Саламатсыз ба, құрметті әріптестер мен студенттер? Бүгінгі өндірістік оқыту сабағымыз Zoom платформасы арқылы облысымызда орналасқан колледждер арасында телекөпір арқылы жүзеге асырылады. Телекөпірге қатысушы әріптестерім Теректі колледждің өндірістік оқыту шебері Қайруллина Зубарзат Кеңесқызы. Бөкейорда колледждің өндірістік оқыту шебері Сұңғатова Арайгүл Манапқызы. Және мен Тасқала колледждің өндірістік оқыту шебері Латива Бақыт Төлегенқызы. Көжелер тақырыбы бойынша алынған білімді бекіту үшін классрум арқылы келесі сұрақтар қойылды. Сорпа деген не? Сорпа бұл етті, балықты, сүйекті құсты суда пісіргенде алынатын сұйық немесе піспе суы. Көкөністерден алынатын қайнатпа суы. Бұл сұраққа жауап берген Бөкейорда колледждің 3-ші курс студенті Маратова Аяужан. Келесі сұрақ: көжелерді қай жерде дайындайды? Ыстық көжелер дайындау цехында, ал салқын көжелерді салқын цехта дайындайды. Сұраққа жауап берген Теректі колледждің 3-ші курс студенті Жолантаева Динара. Келесі сұрақ: көжелерді дайындау кезінде қандай жабдықтар қолданады? Көжені ошаққа қоятын қазанда, кастрюльде көже тостағанында дайындайды. Бұлардан басқа әртүрлі ыдыстар мен құрал жабдықтар, таба, сүзекі, елек, кепсер, ожау, таңбаланған тақтайша мен пышақтар қолданылады. Бүгінгі өндірістік оқыту сабағымыздың тақырыбы қатықталған көжелер, борщтар. Сабағымыздың мақсаты заманауи оқыту форматына сай қашықтан білім беруде цифрлық білім беру платформасын тиімді қолдану мақсатында ұжымдық оқыту әдісін қолдана отырып, студенттерді борщтың тарихымен, борщтың дайындалу технологиясымен, олардың ерекшелігімен және борщқа қойылатын сапа талаптарымен таныстыру. Келесі сөз кезегі Теректі колледждің өндірістік оқыту шеберіне Қайруллина Зубарзат Кеңесқызына беріледі. Көжелер дайындалу әдісі бойынша қатықталған, мөлдір, пюре тәрізді және әртүрлі болып бөлінеді. Қатықталған көжелері шей, борщ, картоп көжелері, жұмыр кеспелудерден дайындалған көжелер. Рахмет, Зубарзат Кеңесқызы. Келесі сөз кезегі Сұңғатова Арайгүл Манапқызына беріледі. Ал борщтың шығу тарихынан айтар болсақ, борщтың қашанда қайда пайда болғандығы туралы нақты тарихи деректер жоқ. Бірақ Ресейде борщ алғашқы рет 16-17 ғасырларда кездеседі. Украиндар, орыстар, поляктар, румындар, молдавандар борщты өздерінің алғашқы тағамы деп санайтыны белгілі. Борщ сөзі өсімдік атауынан шыққан. Кейінірек борщке сәбіз, орамжапырақ, картоп қосып қызылша квасында пісіре бастаған. Бір қызығы 21 ғасырға дейін әртүрлі борщтың рецептілерін ойлап шығарған. Бұлардың ішіне міндетті түрде қызылша кіреді, орамжапырақ, шала қуырылған тамырлар мен басты пияз, томат, пюре, қызанақтар кіреді. Ұсынар кезде борщпен бірге ватрушка, самса, крупейник беруге болады. Ал консистенциясы жұмсақ, немесе аса артық пісірілмеген болуы тиіс. Түсі ашық қызылдан қызылға дейін, дәмі қышқылтым, тәтті және шикі қызылша дәмі болмауы керек. Рахмет, Арайгүл Манапқызы. Бүгін біздер сіздерге қарапайым борщ, украиналық борщ және сібірлік борщ дайындалу технологиясын көрсетеміз. Келесі кестеге назар аударсаңыз, көжелердің құрамына кіретін өнімдер, олардың ерекше сипаттамалары және турау түрлері көрсетілген. Мысалға алсақ, қарапайым борщ картопсыз дайындалады, шала қуырған көкөністермен, бұқтырылған қызылшамен, ұн шала қуырмасымен қатықтайды. Турау түрлері сабанша тәртті туралады. Украиналық борщты алсақ, ерекше сипаттамалары тәтті бұрыш, ұн шала қуырмасымен, бұқтырылған қызылшамен дайындалады. Ұсынар алдында үгітілген сарымсақпен және шошқа майымен қатықталады. Турау түрлері картоп, томарша түрінде туралады, орамжапырақ, қызылша, сәбіз, пияз, сабанша түрінде туралады. Келесі сибирлік борщ үрме бұршақпен қайнатылады, дайын борщқа тұзбен бірге үгітілген сарымсақ қосады.
турау түрлері орам жапырақ қылыш тәрізді, картоп текшеше, қалған көкөністер тілімше тәрізді туралады. Қатықталған көжелердің дайындалу ережелерімен, борщтың шығу тарихымен және борщтардың айырмашылықтарымен таныстық. Ендеше борщтың дайындалу технологиясымен таныстырайық. Алдыңызда тұрған қарапайым борщ технологиялық нұсқау картасы. Сол жағындағы кестеде 1000 грамм есебінде алынған өнімдердің бір үлеске қосылатын брутто және неттосы. Оң жағындағы кестеде жұмыстың орындау барысы. Келесі бейнетаспадан қарапайым борщтың дайындалу технологиясын көруге болады. Борщ дайындау үшін біздерге қажетті өнімдер бұл ет, міндетті түрде қызылша, ақбасқа ауданды орам жапырақ, сәбіз, пияз, ақ желкек көгі немесе тамыры, комби-жир, томат пастасы, сірке суы, қант, көк және қаймақ. Жуылған етті салқын суға салып, отқа қоямыз. Алдыменен оны қатты қайнатып аламыз. Бетінде пайда болған көпіршіктерін тесік қасықпенен сүзіп аламыз және оны отын баяу етіп қоямыз. Сорпасы дәмді болу үшін оның ішіне пияз, ақ желкек тамырын немесе көгін саламыз. Тазартылған көкөністерді сабаншалап тураймыз. Орам жапырақты қайнап тұрған сорпаға саламыз да 8-10 минут пісіреміз. Орам жапырақ піскенше туралған пияз бен сәбізді шала қуырамыз. Мезгіл араластырып тұрып жұмсарғанша. Қызылшаны бұқтырамыз. Ол үшін қызылшаны шұңғыл ыдысқа саламыз. Оның үстінен май саламыз. Томат пастасын саламыз. Кішкене сорпа немесе су қойып бұқтыруға қоямыз. Қызылша 1 сағат жарым бұқтырылады. Сірке суын салмаған қызылша тез жұмсарады. Сондықтан сірке сумен тұзын қызылша бұқтырылуының аяғына 10 минут қалған кезде саламыз. Шала қуырылған көкөністерді сорпаға саламыз. Және арқалай пісіруді жалғастырамыз. Кезінде қызылша түссізденбеу үшін, ол үшін сірке суын құяды. Бұқтырудың аяқталуына 10 минут қалған кезде дәмдеуіштер салады. Және сорпамен араластырылған ұн қуырмасын құяды. 10 минут қайнатады. Бұқтырылған қызылшаны борщқа құямыз. Сорпаға құямыз. Және араластырамыз. Дайын борщты сөндіріп қоямыз. 10-15 минуттан кейін ұсынуға болады. Ұсынар кезде тәрелкеге борщ құяды, үстінен ет салады, қаймақ пен көк салып безендіреді. Келесі нұсқау картасы украиналық борщ. Және бұл борщтың дайындалу технологиясымен танысуға болады. Бүгінгі мен дайындайтын борщ түрі ол украиналық борщ. Украиналық борщтан басқа борщтан айырмашылығы
оған қосылатын жаңағы шошқа майы. Енді біздің менталитетімізге байланысты мен шошқа майын қоспаймын. Менің алғаным ол құйрық майы. Негізгі бүгін Украина борщ үшін қажетті тағамдар технологиялық карта бойынша есептеліп алынған тағамдар. Ол бізге қажетті картоп, сарымсақ, құйрық май, орамжапырақ, сәбіз, қызылша, басты пияз, аскөк, болгар бұрышы, секер, доз, томат езіндісі, бұрыш қажет болады. Және де жаңағы сірке су орнына мен бүгін лимон қышқылын қосамын. Жаңағы шығымы 1 литрлік сорпа алу үшін біз жаңағы осы етімізді, өлшеніп алған етімізді 2 литрдей суға салып, сағат жарым 2 сағаттай пісіруге қоямыз. Техника қауіпсіздігін сақтай отырып, қолымызды астына бүгіп, қызылшаны сабаншаға тураймыз. Сабанша қылып турауымыз қажет. Сабанша туралған жаңағы қызылшамызды біз бөлек бұқтырып аламыз. Ол үшін жаңағы май құйылған ыдысқа сабаншамызды саламыз. Жаңағы бұқтырып атқан сәбізге жаңағы 5 граммдай секер ұнтағын саламыз. Және де 5 граммдай жарты лимон сығындысын қосамыз. Лимон сығындысы жаңағы сәбіздің түсін сақтау үшін қажет болады. Борщтың негізгі дәмі тәтті қышқылдау болып келеді. Орамжапырағымызды сабанша тураймыз. Жаңа туралған сабанша туралған орамжапырағымызды саламыз. Жақсылап араластырып қайнауға қоямыз. Сабанша туралған сәбізбен басты пиязымызды өлшеп аламын. Жиырма 25 граммдай өсімдік майына шала қорып аламыз. Піскен етті бөлек түсіріп аламыз. Алған картопымызды саламыз. Көкөністеріміз пісуге дайын. Енді жаңағы бұқтырған қызылшамызды қосамыз. 10 минут қалғанда жаңағы лавр жапырағын қосып қайнатамыз. Ұсынарды алып тастаймыз. Сарымсақты ұсақтап, және де жаңағы құйрық майымызды ұсақтап турап, блендермен үгіп аламыз. Көк қосып, сарымсақ қосып, жаңағы ұсақтаған, ұнтақтаған құйрық майымызды осылай сорпа менің борщтың бетіне салып, енді борщты сөндіріп қоямыз. Ет ішіне тарелкеге салып, дайын борщымызды құйып береміз. Украина борщ ұсынар кезде бір ерекшелігі жаңа борщтың жанына пампушка бөлкен нан ұсынады. Сонда біз жаңағы 180 градустық пештің ыстық қуысында жарты сағатқа пісіріп аламыз. Қаймақпен қатықтаймыз. Қасына пампушкамыз дайын. Украиналық борщымыз дайын. Келесі технологиялық нұсқау картасы бұл цифрлік борщ. Және дайындау технологиясын келесі бейнетаспадан көруге болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сібірлік борщ. Жұмысымызды бастамас бұрын аспаз өзінің жұмыс орнын дайындау алу керек. Өзіне керекті азық-түліктерді сонымен қатар
технологиялық нұсқау картасы. Сібірлік борщ дайындау үшін 100 грамм қылыш тәрізді туралған орамжапырақ, 200 грамм піскен қызылша тілімше тәрізді, 53 грамм картоп текше тәрізді, сәбіз 50 грамм тілімше тәрізді, 48 грамм пияз тілімше тәрізді, және үрме бұршақ 40 грамм, май, өсімдік майы 16 грамм, томат пюресі 30 грамм, сірке суы 2 грамм, қант 10 грамм, сарымсақ 5 грамм, сорпа литр және фрикаделькалар 35 грамм. Қайнап тұрған сорпаға орам жапырағымызды саламыз. Картопты саламыз. Он минуттай пісіреміз. Ет кесектерін ет тартқыштан өткізіп, оған сарымсақ, жұмыртқа, бұрыш, тұз қосып, туралған етті шар тәрізді 7-10 грамм салмақты мынандай фрикаделькалар домалақтаймыз. Шала қуырылған пиязға тәрізімізді қосамыз. Қосып пәкелейміз. Сонымен қатар томат пюресін қосамыз. Томат пюресін қосып 5-7 минутта бұқтырамыз. Қайнап жатқан сорпамызға фрикаделькілерімізді саламыз. Жатқан көжеге ет бұршағын салып 7-10 минут пісіреміз. Сорпамызға сәбіз бен пиязды қосамыз. Пәсерленген сәбіз бен пиязды қосамыз. Көжемізге үрме бұршақты қосамыз. Мен енді үрме бұршақты пісіріп қойдым ертерек. Үрме бұршақты қосып, көжеге ары-қарай қайнатамыз. Көжеге қант қосамыз. Аздап дәмдеуіштер қосуға болады. Дәміне қарай. Енді піскен қызылшамызды қосамыз. Сонымен қатар сарымсақты қосып, тағы да қайнатып аламыз сорпамызды, көжемізді. Дайын көжемізді қаймақпен ұсақтап туралған көк пиязбен ұсынамыз. Сабағымызды қорытындылай келе, үйге тапсырма беремін. Вен диаграммасын толтырып, Classroom платформасы арқылы жауабын жіберу. Және осы көріп тұрған сәйкесі ол қызылша. Және осы Вен диаграммасын әрі қарай үйде
толтырып жазып кері байланысқа жібересіңіз. Және борщтың түрлерін үй жағдайында пісіріп көру. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет әріптестерім.